Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы сауда жасаймын. Тақырып бойынша жаңа сөздерді сөздікке жазып алыңдар. Айналым, кіріс, шығыс, шығын, табыс, сауда-саттық, әркім, кірісті есептеу, сатылым, ұтымды, қолма-қол, сауаттылық. Бірінші тапсырма. Сурет бойынша диалог құрыңдар. Бағалау кестесі сурет бойынша диалог құрады, 2 ұпай. Диалог сабақ тақырыбына сай болады, 1 ұпай. Жазу сауаттылығын сақтайды, 1 ұпай. Екінші тапсырма. Етістіктерге өткен шақтың жұрнақтарын жалғап жікте. Бар, кел, таңда, сыйла, ұмытпа, ескер, ал, қапта, безендір, сал, жаз сөздеріне етістіктің өткен шақ жұрнақтарын жалғап жікте. Бағалау кестесі етістіктерге өткен шақтың жұрнағын жалғайды, 1 ұпай. Жекеше түрде жүктейді, 1 ұпай. Көпше түрде жүктейді, 1 ұпай. Үшінші тапсырма. Оқылым тапсырмасы. Диалогты рөлге бөліп оқыңдар. Әнелдің айтқандарына не қосар едіңдер? Диалогты ары қарай жалғастырыңдар. Әнел, сенің ойынша сауда деген не? Менің ойымша сауда дегеніміз өзіңе қажет затты сатып алу. Сауда-саттық жасауға да сауаттылық қажет деген пікірге қосыласың ба? Әрине қосыламын. Сауда жасау әркімнің қолынан келе бермейді. Сауданы табыс көзіне айналдыру, тапқан табысыңды айналуға жіберу үлкен өнер. Сен сауда туралы көп мәлімет біледі екенсің ғой? Иә, мен болашақта жеке кәсібімді ашқым келеді. Сондықтан қазір сауда-саттық туралы көп кітап оқып жүрмін. Қандай кәсіппен айналысқым келеді? Мен Қазақстанда шығарылған деген атпен тек отандық өнімдерді сататын дүкен ашқым келеді. Дүкен ашу үшін де кітап оқу керек пе? Әрине, қандай тауар өтімді болады, оның сапасы қандай болу керек, кіріс-шығысты қалай есептеу қажет, оны қалай ұтымды сатуға болады, қолма-қол ақша табудың жолы қандай, тәрізді көп сұрақтың жауабын кітаптан табуға болады. Мен сауда жасаудың осыншалық қиын болатынын білмеппін. Ісіңе сәттілік тілеймін. Бағалау парағы. Мәтінді оқиды, тақырыбын анықтайды, 1 ұпай. Диалогты толықтырады, 1 ұпай. Диалогта жұмыс істей алады, 1 ұпай. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.